Anacığım, suyu жаңа alıp geldim. Балам, ойламадым ба? Қасық басты сөйлейтін болды ғой. Mына кісі не болған анашым? Келіп быт-шытын шығарма десем. Қайдасың? Сен өз қандай әкесің? Жүрегіңде кішкене де болса жауапкершілік бар ма, балаға деген махаббат бар ма сенде? Әлде барлығын дүниеге толтырып қойдың ба? Қайдасың енді? Ақталмай-ақ қой. Мен әбден тойып біттім, білдің ба? Сен біз үшін жоқсың, Ербол. Бұрында болмағансың. Бұдан кейін де болмайсың, ұқтың ба? Шыдамның да шегі бар. Мен саған әбден шыдап біттім. Түсіндің ба? Жоқсың енді біз үшін. Анашым, папа келді ма? Папаңның бір шаруасы шығып қалыпты, қызым. Мен келгенше тойлата беріңдер. Әйтпесе ұйықтап қаласыңдар ғой деп жатыр. Ой, айттым сендерге жіберейік деп. Мен әкемді қанша күттім ғой, куромен қоршақ алып беремін деп уәде берген. Енді солай болып қалды, қызым. Ренжімес, жарай ма? Папам точно ұмыт кеткен оның әдеті ғой. Тым болмаса туған күнімде бәріміз түгел болсақ қой деген едім. Ал туған күн бітсе, мен жаттым. Мен де шаршадым. Біз даже тортты да үрлеген жоқпыз ғой, қайда барасыңдар? Иә, қайда барасыңдар? Туған күн енді басталды. Қазір Айшатайға әдемілеп тілек айтамыз, е? Торт үрлейміз, ойын ойнаймыз. Ой, қоймайды екенсіз. Отыра салсайшы, Айшаның күні үшін ғой. Ал, қазір Айшатай әдемілеп тортты үрлейді, е? Рақымыңның шексіз екенін білемін. Перзенттеріме өмір бере көр, болашақтары жарқын болсын, дендері сау болсын. Я Аллахым, осы перзенттерім аман болсын, бар жақсылықты тілеймін, қайда жүрсе де аман болсын. Анашым, шаршамадыңыз ба? Жоқ, алтыным, мен не істеп шаршаймын? Күні-түні жұмыстасыз, аяғыңыз әсіп кетеді. Жоқ, бәрі жақсы. Жаным сол, бәрі дұрыс. Алдайсыз анашым, біз қыздармен бұл нәрсе келісіп алғанбыз. Келісіп, бұл не тағы? Енді үшеуміз кезектесіп сізбен бірге жұмысқа барамыз. Сізге көмектесеміз. Оны қайдан шығардыңдар? Сабақтарыңды оқыңдар. Оқимыз, кезектесіп шықсақ, бәріне үлгереміз. Қарсылық қабылдамайды. Болды. Бізге сіздің денсаулығыңыз қажет, анашым. Әкем дүниеден өтті. Енді біздің бар жақынымызсыз. Өзіңізді аямайсыз ғой, анашым. Әке екеуіңіз бізді еңбектен қашпаңдар деп үйреттіңіздер. Ал қазір еңбек етуге мүмкіндік бермей отырсыз. Алтындарым ау, жандарым сол. Сендердің еңбектерің қазіргі
Ол білім алу, оқу. Ал Қайреке, қош келдіңіз. Ереке, азаматсың. Ербол, жақсы жігіт қой. Осындай жігіттермен серіктес болған бізде арман бар ма? Қойыңыздаршы, мақтауды асыра сілтеп жібердіңіздер ғой. Жарайды, сіздер жақсы отырыңыздар. Мен оңаша қалдырайын сіздерді. Қайреке, не қойым? Сізден бір нәрсе сұрайын дегенім. Ана Леви Бердте компанияның тендеріне кім көз төгіп отыр? Оған үміткер көп қой. Күнде біреу келеді арқаланып. Онда қиын десеңізші. Қолда тұрған тірліктің қиыны болып жүрмеді. Сол өзіміздің жігіттердің біреуіне береміз да. Сол өзіміздің жігіттердің арасында біз бармыз ба, Қайреке? Сол барсың ғой деймін. Енді сіздей жандар барда біз жерде қалмаймыз ғой, Қайрекем. Бүгін кешке бос болсаңыз, сіз бір жақсылап демалдырайын дегенім, қалай қарайсыз? Демалған деген жақсы ғой. Ал Қайреке, астан алдыңыз. Құрметті Жәния Дүйсенқызы, бүгін сіздің қызметіңізде мен Іңкәр балам. Қайда? Сізбен жұмысқа. Сабақ ше. Бүгін демалыс қой анашым. Ертең менің кезегім. Жарайды, мейлі. Жүре ғой қызым. Көмекшілерім менің, ақылдыларым менің. Анашым сіздер кешке келем дегенше кешкі асын деп қоямыз. Күшті идея. Мен де көмектесем. Рахмет балаларым. Жақсы, біз кеттік. Анашым, қайда барамыз? Айттым ғой, басқа пәтерге ауысамыз. Әкемше біле ма? Әкеңді біз туралы ештеңе қызықтырмайтын сияқты ғой. Телефонда өшір, мен звондадым. Көп сөз қойыңдар, күн суық жүріңдер. Мам, мына подъезд ескі ғой. Еді нәжеде тұрамыз ба? Балалар, көп сөз қойыңдар, жүріңдер, ішке кіреміз. Сәлеметсіздер ме? Сәлем. Сіздер жаңада көшіп келе жатсыздар ма? Не болды? Бейімжан қойсай. Жай, қош келіңіздер деп айтып келген. Рахмет, жан. Жүріңдер бал. Кіре. Айша, Қоша ханым. Дина? Анашым деймін да. Ау деймін да. Ойлаңызшы, бір чемодан ақша тауып алдыңыз. Не істер едіңіз? Қайдағы чемодан, қызым? Айтыңызшы, арманда тегін ғой. Бір чемодан ақша тауып алсам, әрине сендердің игіліктеріңе жаратам. Ал өзіңізші? Менде бәрі бар, қызым. Маған бәрі жетеді. Бұл кім? Жұмысқа бала-шағаларын алып келетін боласыңдар ма не? Жоқ, мырзам, не ғой? Ағай, ренжімеңізші, мен ақша сұрамаймын. Тек анама көмектесем, сонда жұмыс тез бітеді. Кафеге де қонақтарды ерте кіргіземіз. Жақсы емес пе? Жүре берейінші өтініш, анама ұрсай қойыңызшы. Осы жұрттың балдары не жеп пысық болады емес? Жарайды.
Айтшы, маған қою қара шай қойсыншы. Болды, мырзам. Аналарды қараңдар, кеше біздің подъездге көшіп келген. Ана үшеу ма? Кеше мен де байқағам, байдың балдары сияқты ғой. Кетті ғана таныспай тек. Сәлем, біздің мектепке қош келдіңдер. Сәлем. Қош көрмей қойыңдар, біз мұнда уақыт жоқ емес. Сен оған сенімдісің ба? Сендерге мама елдің көзінше ұрыспай жүріңдер деп еді ғой. Айша, сен ақыр етпеш. Мен кеттім сыныпқа. Қайтарда мектептің алдында күтіңдер, мама өзі алып кетеді. Ана ауызашылық бауысқа аман емес. Нең бар, тыныш. Сабақтан шыға сала қайтамыз. Қаңғыру жоқ онан. Үйде жұмыс көп. Құп болады, капитан. Апай, шақырдыңыз ба? Иә, шақырдым. Айзере, сен анаңа оқу ақысы туралы айттың ба? Ананың телефоны үнемі сөндірулі. 2 ай болды ғой төлемегендеріңе. Онсыз да сендерге жеңілдік бар. Апай, анам квартираның ақысына ақша жетпей, телефон сатып жүрген. Анаң ертең маған мектепке келсінші, жарай ма? Бірақ апай, ота жұмыс қой. Анамның күндіз қолы мүлдем тимейді. 2 жерде жұмыс жасайды. Жақсы. Онда ретін тауып маған міндетті түрде хабарласын. Жарай ма? Жарайды, апай. Жақсы, сабағыңа бара бер. Балалар, неге мені күтпей кетіп қалғансыңдар? Адамға бір ауыз ескертпейсіңдер ме? Уайымдадым ғой. Айша, не болды? Неге жылап отырсың? Ой, мам, мен мына мектепте оқығым келмейді. Айша жап, қайтып кеттік, базар болмайық деп. О, не сөз тағы? Мам, мен папаны сағындым. Ол неге бізбен бірге тұрмайды? Ха, как будто бұрын бізбен тұрып жүргендей. Соны айтам, түнде ұйықтау үшін келетін еді ғой. Айша, сен бұлай жылап әуре болма. Папаға керек болсақ, осы уақытқа дейін бізді іздеп келетін еді. Оған тек бизнес пен ақша керек. Вот, осы жерде мен сенімен келісем. Сендер қалай сөйлейтін болғансыңдар? А? Айшатай. Жару. Өтірік мамам, енді кеп папаны қорғамайтын шығарсыз. Сол үшін емесі түнмен жылап шығасыз. Мам, үйге қайтайықшы, өтінемін. Папаға хабарласшы. Ау, Қайреке. Жақсы өздеріңіз. Рас па? Мынауын жақсы жаңалық қой. Болды. Сізді риза қыламыз ғой. Иә. Болды, Қайреке. Хабарласамыз. Жақсы. Алло, Бәке. Бұйырса тендерді алып тұрмыз. Енді тездетіп сметаға кірісу керек. Ой, қалат жетеді бізге. Енді 700 миллионның тірлігі ғой. Аха. Офисқа өтсей. Жарайды, күтем. Бүгін апай мектептің ақшасын сұрады. Не дедің? Ақша жоқ дедім. Анаң хабарласын дейді. Анашым тағы біз үшін тыраштанып қиналатын болды ғой. Сол мектептен шығасың қайтедіз. Бізге де жаңа жылға анау керек, мынау керек, оның барлығына ақша керек. Бас қатып кетті ғой. Соны айтам, байдың балығына іле салмай өлетін болды ғой жаңа мектепте. Онсыз да менің сөмкем жыртылып қалған. Ой, тігіп алсаш іштен етпейді. Иә, анам айтып жүрме. Тағы да ақша табам деп қиналады. Жарайды. Құлындарым сол. Қашан есейіп, үлгерген. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Келіңіз. Сара Манжан қызы, төлемақыны кешіктірдік.
Айып етпеңіздер, алып келдім бәрін. Жақсы, өте жақсы. Сізден бірдеңе сұрасам. Иә, сұраңыз. Балаларды ақылы мектепке беріп, қиналып жүрген жоқсыз ба? Біздің Максимум мектебі өте жоғары, білімді, өте жақсы мектеп. Қанша дегенмен ақылы ғой. Мемлекеттік мектептерге берсеңіз, өзіңізге әлдеқайда жеңіл болады дегенім ғой енді. Көңіліңізге рахмет, Сара Аманжанқызы. Мен ішпесем де, жемесем де, балаларымды жақсы жерде оқытқым келеді. Еңбегімді бағалайды деп ойлаймын. Ең бастысы болашақ. Әлде сабақтар нашар ма? Жоқ, өте жақсы. Әрқайсысы өз сыныбының үздігі. Біздің мектебіміздің мақтаныштары. Бірақ сіз... Болды, маған сол да жетеді. Қалғанын Құдай жеткізер. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Анау адам емес екен ғой. Өзінің долясын алды, бізді лақтырып кетті. Енді бір лажын табу керек. Ана әкімшіліктен де хабарласып жатыр, ертерек сметаны өткізіңдер деп. Қаяқтан табасын? Басқа инвестор тапқанда олар өздерінің проценттерін алады. Бізге пайда қалмайды. Анау таза мал екен ғой. Ербол, енді маған не қыл дейсің, айтшы? Ресторанды залогқа қояйық дедім. Басқа инвестор тартайық дедім. Өзің көнбедің. Енді маған не қыл дейсің, айтшы? А? Маған айтатын ештеңең жоқ болса мен кеттім. Інім, бері келші. Ағай. Осы сен не арманың бар, соны айтшы. Менің ба? Отбасымызбен қыдырсақ, кафеге алып, менюдегі бағаға қарамай, түрлі тағамдар жесек, анашыма күшті киімдер алып берсек. Бала кеңеші, ештеңе әпергің келмей ма? Ағай, ол менің орындалмайтын арманым ғой. Әкем қайтыс болған. Ол бағда біз тауық отбасы едік, бақытты едік, еш нәрседен тарықпадық. Қазір ғой осыға жүргеніміз. Анаң айтшы, ертең бауырларымен келіп, қалаған тамақтарына заказ беріңдер. Ой, ағай, қажет емес. Уайымдама, барлығы тегін. Тек маған сендермен отыруға рұқсат беріңдерші. Ағай, не ғой? Сіздің бағаңыз бар ма? Бар. Мен олардың қадіріне жете алмадым. Жарығым, сол. Не болды саған? Түсімде папаны көрдім. Ол жылады, мен де жыладым. Енді адам болғаннан кейін түске әртүрлі нәрсе кіре береді бұтам.
Мам, папаны сағындым. Сіздер ажырастыңыздар ма? Кел, мына судан ішші, ыстығың түседі. Ішпеймін. Айт, сендер ажырастыңдар ма? Оны не үшін сұрап тұрсың? Ажырасады белгілі ғой. Қой болды Дара. Ашатай уайымдама, кейде үлкен ресуренісіп қалады. Кішкене уақыт өтсін. Кішкене емес, қанша уақыт өтсе де біздің әке өзгермейді. Қойсай болды Дара. Мамаға да оңай болып жүрген жоқ қой, көрмейсің ба? Бізге ше, бізге оңай ма? Бізді кім ойлайды сонда? Ертең мектепте әке-шешесі ажырасып кеткен дейді ғой, намыстанбайсың ба? Қойсай болды. Анашым, уайымдамаңызшы болды. Папаға барайық деп айтпаймын, уәде беремін. Барлығы жастар бойынша ғой, Иә, қазір келіп қалады. Қалайсыңдар? Бәрі дұрыс па? Жақсы отырсыңдар ма? Иә, рахмет Ербол аға. Ербол мырза, сізге үлкен рахмет. Балаларымның бар қалауын алып беріпсіз. Сізге қарыздармын. Оқаш жоқ. Жақсылыққа қолдансын. Және ханым, сіздің балаларыңыздың өмірге деген құлшынысын көріп риза боламын. Ербол аға, сіздің балаларыңыз біздің көршіміз ғой. Түсінбедім. Жұмыс кабинетіңіз жинап жүріп, отбасылық суретіңіз көргем. Дина әпке, Айша, Дара, қазір біздің домда тұрады. Рас па? Әкешім! Айша? Қызым? Әкешім! Әкешім, мен сізді сағындым. Ей шағым сол. Мен де сендерді қатты сағындым. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.